Телефон арқылы құжаттарды сканерлау үшін Play Market'тен TapScanner программасын жүктеп аласыз. Белгіге басып, программаны ашқаннан кейін, мынандай реклама шығуы мүмкін. Бұны X батырмасына басып жауып тастайсыз. Бұндай рекламалар лицензиясын сатып алмағандықтан шығады. Енді құжатты сканерлау үшін ортада тұрған қосу белгішесіне басамыз. Камераны таңдаймыз. Құжатты фотоға ортадағы көк кнопкасына басып отырып түсіріп аламыз. Шетіндегі белгілер арқылы құжаттың артық керек емес жерін қиып алып тастай аласыз. Оң жақ төменгі бұрыштағы Next батырмасына басамыз. Кескінді сақтаймыз. Екі жақтан шығып тұрған яркость және контрастность батырмалар арқылы құжатыңыздың қою немесе ашық түсті болғандығын реттей аласыз. Құжатты сохранение батырмасына басып сақтаймыз. Енді тағы да сканерлейтін құжаттарыңыз бар болса, оң жағындағы Tab to add new page деген команда тұрған жердегі камераның суретіне басамыз. Келесі құжаттарды фотоға түсіреміз. Міне, үшінші бетті сканерлап жатырмын. Осы үш беттік құжатты мен бір PDF форматындағы файлға айналдыру үшін енді бөлісу, яғни үш кнопка тұрған поделиться кнопкасына басамыз. Поделиться дейміз. Тағы да енді мына жерде тұр міне экспортировать документ как PDF немесе изображение деп тұр. Біз PDF-ті таңдаймыз и поделиться деп PDF форматындағы құжатымызды WhatsApp арқылы немесе электрондық почта арқылы жіберіп аламыз. Мінекей, жаңағы сканерланған үш құжатымыз PDF түрінде келіп өзімізге дайын болды. Осылайша телефон арқылы сканерлайсыздар.